Әскерден қашушылардың саны артып келе жатыр. Айналамызда болып жатқан саяси жағдайларға көз жүгіртсек, еліміздің шекарасына, қауіпсіздігіне барынша мән беретін уақыт жетті. Егер өз еліңді, өз жеріңді қорғамасаң, сенің орнында кім тұрады? Бұл тек мемлекет алдындағы борыш емес, бұл намыс. Ата-бабаларымыз отан үшін де жан шүберекке түйіп, бір қадам шегінбеген. Ал біз ел алдындағы парызымызды орындаудан неге қашамыз? Мен өз басым 10 жыл өмірімді әскери қызметке арнадым. Сол жылдары ешқандай қысымда, зорлықта көрмедім. Керісінше тәртіп пен абырой, ерлік пен жауапкершілік мектебін өттім. Бұл мектеп әр жігітке керек. Ананың етегінен үзіліп, ер азамат ретінде қалыптасатын уақыт әлдеқашан келген жоқ. Қолына қаламынан басқа ауыр зат ұстамаған жастың ертең ел басына күн туса, не істейтінін елестетіп. Үйдегі тәрбие қандай? Отандық қорғама, әскерге барма деген сөзді айтылмауы тиіс. Керісінше баланы ерлікке, батылдыққа, отанға, адалдыққа тәрбиелеу әр отбасының парызы. Кештерде клуб аралап, көшеде босқа уақыт өткізіп жүргенше елге пайдасы тиетін іс жасаған жөн. Кеуден ұрған батырлық емес, кеуден отан үшін төгу шын ерлік. Ойланайық, ертең кеш болуы мүмкін. Ел тыныштығы әр азаматтың жауапкершілігі. Отан сенен басталады. Құрметті жігіттер, әскерден қашушылардың саны артып келе жатыр. Айналамызда болып жатқан саяси жағдайларға көз жүгіртсек, еліміздің шекарасына, қауіпсіздігіне барынша мән беретін уақыт жетті. Егер өз еліңді, өз жеріңді қорғамасаң, сенің орнында кім тұрады? Бұл тек мемлекет алдындағы борыш емес, бұл намыс. Ата-бабаларымыз отан үшін де жан шүберекке түйіп, бір қадам шегінбеген. Ал біз ел алдындағы парызымызды орындаудан неге қашамыз? Мен өз басым 10 жыл өмірімді әскери қызметке арнадым. Сол жылдары ешқандай қысымда, зорлықта көрмедім. Керісінше тәртіп пен абырой, ерлік пен жауапкершілік мектебін өттім. Бұл мектеп әр жігітке керек. Ананың етегінен үзіліп, ер азамат ретінде қалыптасатын уақыт әлдеқашан келген жоқ. Қолына қаламынан басқа ауыр зат ұстамаған жастың ертең ел басына күн туса, не істейтінін елестетіп. Үйдегі тәрбие қандай? Отандық қорғама, әскерге барма деген сөзді айтылмауы тиіс. Керісінше баланы ерлікке, батылдыққа, отанға, адалдыққа тәрбиелеу әр отбасының парызы. Кештерде клуб аралап, көшеде босқа уақыт өткізіп жүргенше елге пайдасы тиетін іс жасаған жөн. Кеуден ұрған батырлық емес, кеуден